Ал оқушы, бүгінгі сабағымыз өзің менен жалғаулар туралы болмақ. Жалғау деген қосымшаның қазақ тілінде атқаратын рөлі аса зор. Кез келген сөзді біз қосымшасыз, жалғаусыз айта алмаймыз. Мысалы, менің үйімде кішкентай қызымды жақсы көремін. Мысалы, осы жерде менің деген мен, үй, кішкене, қыз, жақсы, көр. Қарап отырсың ба? Бұл жерде ешбір жалғаусыз айтып отырсақ, сөйлемде мағына қалмайды. Демек, сөйлем мен сөйлемді, сөз бен сөзді мағыналық жақтан үйлестіріп, сөз бен сөзді байланыстырып отыратын бөлшектің қосымшаның түрін біз жалғау дейді екенбіз. Жалғау өзінің атқаратын қызметіне қарай 4 түрге бөлінеді. Көптік жалғау, септік жалғау, тәуелдік жалғау және жіктік жалғау болып бөлінеді. Соның ішіндегі біздің бүгінгі өтетініміз көптік жалғау туралы болады. Көптік жалғау аты айтып тұрғандай-ақ сөзге көптік мағына үстейді. Бұл мағына бере алмайды. Бірақ лар, лер, дар, дер, тар, тер деген көптік жалғауын жалғасақ, сөзге көптік ұғым беріледі. Мысал үшін, адамдар, оқушылар, қыздар, жігіттер, байқап отырсың ба? Әрине, бір ұғым жеке ұғымға ларлерді жалғаған кезде көптік ұғым өзінен өзі туындап отыр. Міне осы көптік жалғаудың берілуінің лексикалық тәсілі, морфологиялық тәсілі және синтаксистік тәсіл деп аталатын 3 тәсілі бар екен. Міне мұның морфологиялық тәсілі дегеніміз әлгі айтқан лар-лер, дар-дер, тар-тер жалғауларының жалғануы туралы болмақ. Мысал үшін, лар деген бұл көбіне дауысты дыбысқа, балалар, інілер, әкелер, көріп отырсың, дауысты дыбыстарға жалғанып отырады. Ал дар-дер деген ұяңдарға, қыздар, киімдер. Ал енді тар-тер соңы қатаң дыбысқа аяқталған сөздерге, жігіттер, тастар. Көріп отырсыңыздар ма? Мінекей дыбыстық өзгеріске байланысты үндесіп жалғанады екен. Ал лексикалық тәсіл дегеніміз ешбір мына жалғаулардың ешбірі жалғанбай-ақ көптік ұғымды беріп тұратын сөздер. Міне мұндай сөздерге қандай сөздер жатады? Санауға келмейтін заттар. Мысалы, ұн, су, қант, тұз, жарма, сүт дегендердің ешқайсына сүттер, ұндар, құмдар, тұздар деп айтпаймыз ғой. Міне сонда санауға келмейтін заттар онсыз да көптік ұғымды беріп тұрады екен. Енді мына өсімдік аттары бар. Бидай. Біз бидайлар деп айтпаймыз. Арпалар, сұлулар, жармалар деп айтпаймыз. Көріп отырсың, кейбір өсімдіктің аттары да санауға келмейтін, бұларда көптік ұғымды ешбір жалғаусыз беріп тұрады екен. Дерексіз зат есімдер бар. Ақыл, ой, сезім, махаббат, қызғаныш, алданыш. Ал осылардың ешқайсысына да білімдер, ақылдар, қызғаныштар деп айтпаймыз ғой. Демек, бұл да көптік жалғаусыз ақ көптік ұғымды беретін лексикалық тәсілге жатады екен. Сонымен бірге кейбір қоғамдық ұйымдар, коммунизмдер, социализмдер, капитализмдер деп айтпаймыз, діндер деп айтпаймыз. Міне, кей мәдениеттер басқармасы деп айтпаймыз. Міне, мәдениет басқармасы, дін басқармасы деп қана айтамыз. Демек, мұндай сөздерге де кейбір қоғамдық ұйымдардың атын атады. Ларлер, тартер деп аталатын жалғаулар жалғанбай-ақ көптік ұғымды береді екен.